пайғамбар саллаллаху қалай жасады, осылай өтесе, бұл қабыл болған қажылықтың бірінші белгісі деп тұрғандар. Екінші белгісі, адам қажылықтан қайтқаннан кейін дейді ғалымдар айтады. Қажылыққа дейінгі өмірі мен қажылықтан кейінгі өмірінде адам құлшылыққа қарай бет бұрса, Аллаға қарай бет бұрса, тағажүдке қарай бет бұрса, 5 уақыт намазын тастамаса, нәпіл құлшылықтарға бекем болса, осы қажылықтың қабыл болуының екінші белгісі дейді. Шашты алдырғаннан кейін умра бітпейді, умраның нағыз қабыл болғандығы үйіңіздің табалдырығын аттап басқаннан басталады. Қажылыққа дейін кім едің? Қажылықтан кейін кімсің? Өзіңе ойланып қара. Қажылықтан кейін бұрынғы күнәларына қайта оралса, моншадан шығып боқсүдікке аунап жатқан адам сияқты дейді ол. Кім-кім қажылықта құлшылық